Антарктида – әлемдегі ең салқын жер, барлығы мұз басқан. Ол жер тек пингвинге тиесілі. Пингвиннен басқа тіршілік көру мүмкін емес. Антарктида неге сонша суық? Неге бұнда тіршілік мөлшері аз? Антарктида ел ме, жоқ па? Антарктида бұрын кәдімгі өмір сүруге қолайлы материк болғанын біліп пе едіңіз? Сәлем, сіздермен Рауан. Бүгінгі роликте материктер сұмдығы Антарктидаға саяхат жасайтын боламыз. Антарктиданы алғаш ашқан екі адам Фадди Беллинсгаузен және Михаил Лазарев. Олар Ресей империясының саяхатшылары. Фадди Фаддеевич Беллинсгаузен. Экспедиция басшысы. Елі Ресей империясы, шығу тегі Балтық немісі. Экспедицияның басында 40-та болды, яғни 1778 жылы туған. Кемесі Восток шлюпын басқарды. Экспедицияның өзі 1820 жылы 28 қаңтарда болды. Михаил Лазарев, екінші командир. Елі Ресей империясы, орыс. Экспедицияның басында 30-да болды, яғни 1788 жылы туған. Кемесі Мирный шлюпын басқарды. 19 ғасырдың басына дейін жердің ең оңтүстігінде үлкен материк бар деген болжам ғана болды. Ағылшын теңізшісі Джеймс Кук оны іздеп мұздардың кесірінен өте алмай, оңтүстікте ешқандай құрылық жоқ болса да оға жетуі мүмкін емес деп мәлімдеген болды. 1819 жылы Ресей империясы Куктың бұл сөзін тексеру үшін арнайы экспедиция ұйымдастырды. Фадди Беллинсгаузен және Михаил Лазарев. Олар бірнеше айдан кейін 1820 жылы 28 қаңтарында Антарктида жағалауына, қазіргі Беллинсгаузен мұздығына өте жақын келді. Олар қалыңдығы 100 метр болатын тұтас мұз айдынын көрді. Бұл жай ғана мұз емес, үлкен материктің шеті. Ақыры олар Антарктиданы өлшеп, Джеймс Куктың қателіктерін дәлелдеп, тарихтағы ең соңғы құрлықты ашты. Қумаш, Антарктида ел емес материк қой дерсіздер. Иә, Антарктида ешқандай да ел емес. Ол материк. Ал онда неге кезінде елдер ол материкке таласты? Жеті мемлекет Антарктиданың 85%-ын жаулап алғысы келді. Австралия 42%, Норвегия 21%, Ұлыбритания 12%, Чили 9%, Аргентина 7%, Жаңа Зеландия 3%, Франция 1% жаулап алғысы келген, қалған 15%-ы иесіз қалды. Ал ақш пен КСРО бұл бөлісті заңсыз деп танып, 1959 жылы келісім шартпен бәрін тоқтатып тастады. Не үшін таласқан сонда десеңдер, сол баяғы мұнай, тағы да басқа қыз балалар үшін ғой сол. Қайдағы пингвиннен басқа ит, балық, касатка, ағаю бар ой десеңіздер, қателесесіздер. Біріншіден, ағаю ол солтүстік полюсте. Екіншіден, касатка ол любой суда бола береді. Үшіншіден, итбалық ешқашанда бір қадам болсын құрлыққа қадам баса алмайды. Вот именно содан пингвиннен ірі ешқандай жануар көре алмайсыздар. Антарктида Пангея материгі кезінде ол өте жасыл, өмір сүруге қолайлы, шөптері бар, гүлдері бар материк болған. Бірақ жердің материктердің ыдырауының кесірінен ол экватордан алыстап мұзды шөлге айналған. Экватор деген ол күннің тікелей түсетін жері, ал сосын Антарктида мәңгілікке мұзға айналды. Антарктиданың температурасы -92. Біздің жерде максимум тек қана -30-дан көп болмайды. Қатты салқын болғаннан адамның көз жасы шыққанда ол мұз болып қатып қала салады. Өлі сұмдық қой. Бүгінгі видеода Антарктида туралы зерттеуді таңдадым. Қазірден кешірім сұрап қояйын, 2 апта бойы видео салмағаныма. Зато менің видеом уже 1500 қарым жинап үлгеріпті. Келесі видеода не туралы салайын, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз. Ал видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Ал сіздермен болған Рауан Топ, келесі роликте кездескенше.